Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Біз қазір сіздермен Bandicam бағдарламасын, яғни программасын қалай дұрыс пайдалану жолдарын бірге қарастырамыз. Ол үшін біз интернеттен Bandicam программасын басып аламыз. Ол бірінші басып алғанда мынандай болып енеді, сосын оны басқан кезде былай бізде ярлык болып ашылады. Мына жерде разрешить этому приложению вносить изменения на вашем устройстве дегенге иә батырмасын басамыз, өйткені сосын біздің жасаған видеомыз сақталу телефонның компьютердің жадында сақталу үшін міне бізде қазір программа ашылып тұр. Мына менің жасап отырған видеом қазір сіздерге түсіріп отырған. Осы арқылы мен мына жерде полный экранды таңдау арқылы сіздерге қазір барлық экран көрініп тұр. Мына батырманы басып, мына жерде белгілі бір бөлігін таңдауымызға болады. Міне әртүрлі нұсқалары бар таңдаудың. Көбінесе барлық экран таңдау өте ыңғайлы. Әсіресе біз слайд түсіріп, слайдпен бірге балаларға сабақ түсіндіргенге өте ыңғайлы Bandicam программасы. Сосын мына жерде ойынға негіз игровой режим дейді, ойын ойнап отырып та қазір балалар видеоға түсіріп, соны сақтап әртүрлі видеолар жасап жүр. Ал мынау дегеніміз камера, негізгі камерасы. Мынау дауысы, көбінесе запись звука и параллельно сохранить дегенді басып қою керек. Сол кезде біздің дауысымыз жақсы естіліп тұрады. Міне громкостьті әртүрлі дәрежеге қойсаңыздар болады. Сақтаймыз. Ал мынау дегеніміз мен қазір жүргізіп отырған мешкамның міне бұлай негізгі обзорын көрсетіп тұр. Және көк түсін, неше түрлі түстерін таңдасақ болады. Және де мынау бағдарлама, бұл камера, веб-камерасы, яғни компьютердің, егер веб-камерасы болатын болса, ноутбуктың немесе компьютердің, бұл программа автомат түрде ашылады. Егерде сіздерде веб-камера орнатылмаса, бөлек сатып алып орнатуға тура келеді. Мына жерде параллельно сохранить видео с веб-камерой деген таңдаймыз. Расширениені таңдасақ, міне мына жерде менің отырған бөлігім, яғни қаншалықты көлемде өзіңізді көрсеткіңіз келеді, соған алып барсаңыздар болады. Мынау соны белгілейді. Ал мынау жанында әртүрлі бөліктерінде экранның көрсетуге таңдасаңыздар болады. Және де мынау минуты, қазіргі бесплатный Bandicam бағдарламасы 10 минутқа ғана рұқсат бесплатный, ал 10 минуттан көп видео түсіремін келешекте десеңіздер, платный вариантын таңдап алсаңыздар болады. Ал мынау жалпы настройкасы, мына қазіргі біздің ашып отырған бетіміз, мынау менің түсірген Bandicam арқылы түсірген видеоларым. Міне қыркүйек айының күнімен сағатына дейін жазылып тұрады. Основной несі, мына документы, қазіргі жасаған біздің видеомыз қай жерде сақталып тұрады. Міне документы бөлімі, OneDrive документ, оның ішінде Bandicam деген папкасының ішінде сақтаулы тұрады негізгі видеоларымыз. Және мынау негізгі видео қатары. Қазір біз осыны енді сіздерге мен слайд ашып көрсетейін. Міне свернуть етеміз. Мына жақтан мен жасаған видеоларым. Слайдымызды ашамыз. Бірінші Bandicam бағдарламасын қоспай жатып, слайдтарыңызды ашып алған өте ыңғайлы. Міне барлық экранға қоямыз да, слайдты осылай біз ары қарай балаларға түсіндірме жұмыстарын жүргізе береміз. Міне осылай сабағымызды өте берсек болады. Сосын бұл видеоларды жасап болғаннан соң міне Bandicam бағдарламасына келеміз да, мына батырманы қайтадан өшіріп сақтаймыз. Сол кезде видеомыз міне мына жерге түседі.
Мына батырманы басу арқылы біз тоқтатып қоя аламыз видеомызды. Мынау арқылы полностью сақтаймыз. Міне, мысал үшін қазір мен сіздерге бір жасаған видеомды қысқартып, өзіме керек жерлерін алып, сіздерге видео нұсқасында көрсетсем. Мысал үшін мынау бастапқы жағы, видеоны сабақ бастамай тұрып. Сәлеметсіздер ме? Міне, көргендеріңіздей, мынау менде дайын сақталғаны. Міне, сурет салсақ болады, замедление ақырын қойсақ болады, кадрды сақтасақ болады видеодан. Ал мына жерде маған керегі қазір обрезка жасаймын, яғни керек бөлімін ғана өзіме сақтаймын. Міне, мысал үшін мен мына жерде амандастым, осы жерден бастаймыз. Және де мына жақтан үзсек, сосын сохранить как батырмасын басамыз. Міне, мына жерде өзіңіз қалаған жерге, қалаған файлға сақтасаңыздар болады. Мен рабочий столға сақтадым. Бандикамнан, яғни бөлек бұл рабочий столда сақталынады, әрі жаңағы көрсетілген документтердің ішінде, бандикамның ішінде сақталынады. Ол обрезка жоқ нұсқасы. Ал мынау қиылған дайын нұсқасы рабочий столға сақталынады. Сосын сіздер оны алып YouTube каналға жүктесеңіздер болады. Мен қазір сіздерге YouTube каналымды көрсетейін. YouTube каналмен жұмыс жасаған өте ыңғайлы екен мұғалімдерге. Менің қазір жүргізіп отырған YouTube каналым. Міне, YouTube'ды ашайық. Барынша тыныш уақытта видео түсіруге тырысамын. Міне, мой канал, менің каналым. Қазақ тілі мен әдебиеті деп аштым. Мен негізгі мамандығым қазақ тілі әдебиет. Осында қазақ тілі әдебиетке қатысты видеолар саламын. Мына видео қатары, плейлисті деген негізгі жалпы тақырыптар, осыған байланысты менде видеолар бар. Және осы жерге сіздер видео қосатын болсаңыздар, міне, добавить видео батырмасын басасыздар.